Осы кезекте тағы да бір видео түсіріп кетейін деп тұрмын. Бұл кәділер туралы, яғни кабачкилар туралы. Мынау кабачкиларды далаға егіп, міне даладағы кішкене үлкендеу болып жақсы болып қалды. Міне мынау да жақсы болып қалды. Енді бір алақанға жобалас болып қалды. Мына жерлерде де кішірек болып өсіп келе жатыр. Негізі айтайын дегенім, далада жақсы өсіп жатыр. Дегенмен де ауа алмасып тұрады ғой. Недегі жылыжайдағы кәділерді өсіргенде негізі және де бір қателік жасаппын. Кішкентай жерге 6 ма 7 ма отырғыз қойыппын. Сондықтан да жаңағы күші жетпей қайта гүлдейді, қайта өсе бастайды. Өсе бастайды да саусақтай болып өскеннен кейін жаңағы нетіп қалады. Осындай болып өскеннен кейін, енді осыдан кішкенек болып өскеннен кейін шіріп қалады. Енді ол жылыжайдың бәрінде солай өседі деген сөз емес. Бірағында менің тәжірибемде солай болды. Қатты ыстық болып кетті, ол да әсер етті ма, жаңағы ыстықта артық өсіре алмай қалды ма, сондай. Және де жаңа айттым ғой, кішкентай жерге 7-еуін отырғыз қойыппын. Бұдан дәу болды, өтте дәу болды. Оларды орын алмасын деп жемісін бермей қойған соң уже неше ай болды? 3-4 ай болды ма? Жоқ, 4 ай болмаған шығар, 1-2 айдан асқан шығар. Өтте дәу болып кетті барлығы. Жан-жағынан өтуде қиындап кетті. Сондықтан оларды жұлып алып тастадық далаға. Ал осы далада өсіріп жатқандарым жақсы жемісін өсіріп келе жатыр. Әлі жеуге алған жоқпыз. Бірақ қазіргі жай күйі осындай. Осы кәділерді бір көрсетіп қояйын деп. Сол санаулы ғана өзі 4 қанатып, 3-4-еуі жақсы болып өсіп келе жатыр. Бір күн емес шығар, 2-3 күнде дайын болып қалады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар, подписаться тетігін басып тіркеліп қойыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.